ұстаздар, құрметті әріптестер, білім көшін ілгері алға жылжытып келе жатқан ұстаздар қауымына құрмет әрқашанда арта бермек. Күздің күрең кезінде қатарлас келген кәсіби мерекелеріңізбен сіздерді құттықтауға рұқсат етіңіздер. Ұстаз, осы сөзде жатыр қанша ұлылық, осы сөзде таусылмайтын ұлылық. Әл-Фараби Ибрайым ағамды осы сөзге қойған бізге ұлығып демекші, ілдіртпейтінді ілдіретін, білмейтінді білдіретін, санаға ақыл құятын, арманды алыстан қиялататын, ұрпақ тәрбиесіндегі ата-аналардан кейінгі ұстаздардың орны ерекше. Тәуелсіз еліміздің болашағы білімді ұрпақ деп айтамыз. Ендеше халқымыздың келешегі, ұрпағымыздың келешегі ол ұстаздардың қолында. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақылдығы, ұстаз болу мінездің күншуағы, алдыртпайтын адамның алтындығы демекші, сіздердің еңбектеріңізге сәттілік, жемістеріңіз тілей отырып, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, мерекелеріңіз құтты болсын. The teaching profession isn't an easy one. It takes an undying passion to trudge through gloomy days made worse by brats, unruly students, and a lot of other downsides of being a teacher. A good teacher is a doctor who heals ignorance and an artist who inspires creativity. Your job titles may be teachers, but in reality you all are the architect who is shaping humanity's future. Your positive attitude has helped to make every day brighter in every way. Happy Teachers' Day! To someone who has helped us to grow and develop as individuals while also educating us. Every teacher can inspire us to become a much better person, and we know that you find your real compensation is how much your students succeed. Dear teachers, let us say that we are learning how to become hard workers, perceptive, intelligent, and bright people like you. Many, many good wishes in your life and work. День учителя – событие яркое и масштабное. В жизни каждого из нас школа – это удивительный мир открытий, побед и свершений. Великий дар принимать и любить каждого ученика, отдавая ему частичку своего сердца. Благодарность за это – радостные глаза взрослеющих ребят, добрая память о педагогах и школе, всех выпускников и их родителей. Пусть в стенах школы всегда царит стремление к новому, более совершенному, развивается детское и педагогическое творчество, растут добрыми и умными учениками.